Дәруменге толы ағзамыздағы гемоглобинді көтеруге көмектесетін өте дәмді, жеңіл әрі оңай салат дайындаймыз. Алдымен қабығы аршылып жуылған сәбізді үкіштің ұзын бөлігінен өткізіп аламыз. Мінекей біздің сәбізіміз осындай ұзынша болып шығады. Енді дәл осылай етіп қызылшаны да үкіштен өткізіп аламыз. Мен барлық қажетті ингредиенттерді алдын ала аршып жуып алғандықтан осылай бірден үкіштен өткізіп жатырмын. Ол да осындай ұзынша болып шығады. Енді осыны шетке алып қойып, келесі кезекте қырыққабатымызды тураймыз. Осылай жұқалау етіп кесіп аламыз. Салатқа керекті заттардың мөлшерін өздеріңіздің қалауларыңызша көбейтіп немесе азайтып қоссаңыздар болады. Одан салаттың дәмі еш өзгермейді. Туралған қырыққабатты үкіштен өткізілген заттарымыздың үстіне салып, оған дәміне қарай осылай сарымсақ тісшесін қосамыз. Осылай пресстен өткіземіз немесе пышақпенен ұсақтап турап қоссаңыздар да болады. Дәміне қарай тұз, кристаллик, қара бұрыш, паприка, ас көктен қосып, 2-3 тамшы сірке қышқылын қосып, қызып тұрған майымызды құямыз. Барлығын жақсылап қолымызбенен осылай араластырамыз. Біздің салатымыз осылай оңай әрі жеңіл дайын болады. Ас көктердің ішінен бұл салатқа кинза керемет үйлеседі. Сол себептен дәл кинзаның өзін қолдануға кеңес етемін. Сонымен қатар бұл салат тәбетті де керемет ашып, әрбір тағаммен жақсы үйлеседі. Міндетті түрде дайындамаған болсаңыздар дайындап, дәмін көріп, өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Сіздерге міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Астарыңыз дәмді болсын.